Аса мәртебелі президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Байболат Құмболатұлы, Алматы қаласының тұрғынымын. 2002 жылы тарихи отаныма біржолата келдім. Мен бүгін 18 сәуір 2020 жылы өзіңізден ерекше өтініп, Қытайдағы жазықсыз қамауда отырған інім Баймұрат Наурызбек ұлына араша сұрап, өзіңізге осы бейне жазба өтінішімді жолдаймын. Бұл менің інім Баймұрат Наурызбек ұлы. Ол 2011 жылы Қазақстан Республикасына келіп, дайындық курсты бітіріп, 2012 жылы Алматы қалалық технологиялық университетіне грантпен оқуға түсті. Қазақстан Республикасының ықтиярхат құжатын алды. Сол жылы қыстық каникулда, яғни 2013 жылдың басына қарай, Қытайдағы әке-шешесінің денсаулығына байланысты Қытайға кетті. 2018 жылы наурыз айының 20 жұлдызы күні тұрғылықты жерінде, яғни Қытай Халық Республикасы Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжа ауданы Қарағаш ауылы Ойманбұлақ қыстағында полицияның көмекшісі болып қызмет етіп жүрген жерінен жергілікті полициялар жағынан еш себепсіз аталмыш саяси үйрену атты орталыққа, яғни концлагерге қамалды. Осы концлагерде 1,5 жыл бойы қамауда отырды. Осы 1,5 жыл ішінде мен үнсіз қалдым. Ешқандай арыз жазбадым. Себебі Қазақстан мен Қытайдың достық қарым-қатынастарына және де басқа да жан-жақтылы қарым-қатынастарына қандай да бір зияным тима деген ойда болдым. Мен үнсіз қалған кезімде Қытай үкіметі інімді 10 жылға соттап жіберді деген хабар алдым. Осы хабарды естігенде мен қатты өкіндім. Сонымен 2019 жылы қараша айынан бастап арызымды жаза бастадым. Бұл 2019 жылы 27 қарашада менің сізге жазған арыз хатым. Бұл елбасына жазылған арыз хатым. Бұл Нұр Отан партиясына жазған арыз хатым. Бұл Қазақстан Республикасының сыртқы істер министріне жазған арыз хатым. Бұл Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасы Пекин қаласындағы Қазақстан Республикасының бас елшісіне жазған арыз хатым. Бүгінге дейін 760 күн бойы інім қамауда отыр. Яғни бүгін 2020 жылы 18 сәуірде інімнің қамауда отырғанына 760 күн болды. Мен бүгінге дейін інімнен ешқандай хабар ала алмадым. Оның бас амандығынан өте қатты уайымдаймын. Тіпті өлімі, тірімі еш хабар жоқ. Қытайдағы туысқандарменен хабарласу тіпті мүмкін емес. Інімнің Қытайдағы анасы Ырзық Асенқызы қызына бірнеше рет қоңырау шалдым. Бір рет ол кісі қоңырауды алып, менің даусымды ести сала, трубканы лақтыра салды. Одан кейін мүлдем қоңырау алған емес. Қытайдағы туысқандарымыз бізбенен, яғни Қазақстандағы туысқандармен қарым-қатынас жасаудан, яғни қоңырауларға жауап беруден қатты қорқады. Себебі Қазақстаннан келген қоңырауларға жауап беру олар үшін қылмыстық іс болып саналып, түрмеге сол үшін жабылуы мүмкін. Сондықтан олар бізбенен мүлдем хабарласпайды. Мен сізден Қытай үкіметіне інім Баймұрат Наурызбекті шұғыл түрде түрмеден шығарып, Қазақстанға жіберуін қатаң талап етіп, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне Қытайға арнайы нота жолдауын қатаң талап етуіңізді сұраймын. Әрі мен сізден маған көмектеседі, осы ініме жәрдем береді деп сенемін. Балалары бүгінге дейін 2 жыл бойы қамауда отырғанын әке-шешем, анам мен әкем өте қатты уайымдап, денсаулықтары күннен-күнге нашарлап бара жатыр. Қан қысымдары көтеріліп, уайым қайғысы күн сайын ауырлап келеді. Құрметті президент, мен сізден өтініп сұраймын. Інім Баймұрат Наурызбектің тез арада түрмеден шығып Қазақстанға келуін
өз қолыңызға алыңызшы. Өтініш. Өтінішімді қабылдап, тез арада сіздің жәрдем беруіңізді тілеймін, өтінемін. Алдын ала сізге алғысым шексіз. Көп рахмет.